Иса Мәсіхтің қызметшісі Паулдан дұғай сәлем. Мәсіх мені елші болуға шақырып, Құдайдың ізгі хабарын жариялауға бағыштап тағайындады. Осы хабарды жіберемін деп, Құдай ежелде өзінің пайғамбарлары арқылы киелі жазбаларда уәде берген болатын. Бұл ізгі хабарда Құдайдың рухани ұлы туралы сөз болады. Ол адам ретінде Дәуіт пайғамбардың әулетінен шыққан еді. Ал оның құдайлық қасиетіне келсек, Құдай оны қайта тірілтуі арқылы өзінің рухани ұлы екенін зор құдіретпен дәлелдеді. Ол иеміз Иса Мәсіх. Құдай өз рахымымен бізге Мәсіхтің арқасында және оның атының даңқы үшін елші болуды, әрі барлық ұлттардың адамдарын оған сеніп, мойынсынуға шақыруды тапсырды. Сол адамдардың ішінде сендер де барсыңдар. Себебі Құдай сендерді Иса Мәсіхпен тығыз байланыста болуға шақырды. Мен сәлемімді Құдайдың Римдегі барлық сүйіктілеріне, яғни оның қасиетті халқы болуға шақырылғандарға жолдаймын. Сендерге Құдай әкеміз және иеміз Иса Мәсіх рахымын жаудырып, амандық пен тыныштық сыйлай берсін. Ізгі хабар күнәкарларды құтқаратын құдірет. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен яһудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарын да құтқаратын Құдайдың құдіреті. Себебі Құдайдың адамдарды ақтау жолы мынадан білінеді. Ол басынан аяғына дейін сенімді қажет етеді. Пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер бар ғой. Сенімі арқылы ақталған адам шынайы өмір сүреді. Адамзаттың әділетсіздігіне қарсы Құдайдың қаһары. Құдай көктен адамдардың барлық азғындығы мен әділетсіздігіне қарсы өз қаһарын білдіреді. Себебі олар әділетсіз істері арқылы шындықты аяққа басады. Құдай туралы білуге болатын шындық адамдарға белгілі. Мұны оларға оның өзі білдірген. Өйткені Құдайдың көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүние жаратылғаннан бері айқын. Бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар Құдайды біле алмадық деп сылтаурата алмайды. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп шүкіршілік еткен жоқ. Керісінше, адамдар түкке тұрғысыз ойға берілді. Содан саналарын қара түнек басып наданға айналды. Өздерін ақылдымыз деп жүріп, шын мәнінде ақымақ болып шықты. Осылай олар мәңгі Құдайдың ұлылығына табынудың орнына ажалды пенденің, құстың, төрт аяқты не бауырымен жорғалаушы жануарлардың мүсіндеріне құлшылық ететін болды. Сондықтан да Құдай оларды көңілдеріне ынтыққан азғындықтың былығына батырып жіберді. Осылай олар өз тәндерін өздері қорлауда. Өйткені адамдар Құдай туралы шындықты мойындамай, жалған тәңірлерге сыйынып келеді. Жаратушы иеге бас ұрып ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етеді. Ал жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық. Аумин. Сол себептен де Құдай адамдарды өздерін қорлайтын құмарлықтарға батырып жіберді. Араларындағы кейбір әйелдер табиғи жыныстық қатынасты табиғи емес қатынаспен ауыстырды. Дәл солай кейбір еркектер де әйелдерімен табиғи қатынасты қойып, бір-біріне құмарлықпен ынтығып, азғындық істейтін болды. Олар тура жолдан тайып кеткендерінің тиісті жазаларын өз бойларында тартып жатты. Бұған қоса мұндай кісілер Құдайды танудың қажеті жоқ деп шешті. Сондықтан ол соларды бұзық пейілдерінде қалдырып, ұятты нәрселер істеуге тастады. Олардың тұла бойлары тұнған әділетсіздік, бұзықтық, дүниеқорлық, залымдық, қызғаншақтық, кісі өлтіруге құмарлық, дәукестік, адамшылық және арам ниеттілік. Олар жасырын жамандық, ашық та өсектегіш, Құдайды жек көретін, күш көрсеткіш, өр көкірек, мақтаншақ, жамандықты ойлап тапқыш, ата-анасын сыйламайтын, санасыз, опасыз, спауыр, мейірімсіз жандар.
Осындай күнәлар жасағандардың тартатын жазалары өлім деген Құдайдың әділ үкімін сол адамдар біледі. Әйтсе де олар бұларды өздері істеп қана қоймай, солармен айналысатын басқаларды мақұлдап та отырады.